Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық деген өлең жолдары өмірге келгелі бір ғасырдан аса уақыт өтті. Бірақ ол күні бүгінге дейін балаларды оқып, білім алуға шақырған ұран болып келе жатыр. Осы өлеңнің аты аталған сайын, оның авторы қазақтың ұлы ағартушысы, педагогы, ғалым жазушы Ыбырай Алтынсариннің есімі ойға оралады. Бүкіл өмірін халық ағарту өзінің көркем шығарма жазу жұмысын да сол ағарту идеясына бағындырады. Көркем шығармалар арқылы балаларды жақсы мінез құлыққа, адамгершілікке баулуды көздейді. Осы мақсатта жазған әдеби мұрасы арқылы ол қазақтың жазба әдебиеті мен әдеби тілінің негізін салушылардың бірі, қазақ балалар әдебиетінің атасы болады. Ыбырай аталарың ақын болған, өзінің өнер білім бар жұрттар деген өлеңінде дамыған мәдениетті елдердің үлгі-өнегесін, өнерін көрсетеді. Оқып, білім алудағы мақсат халықтың қажетіне жарау, өз еліңді өнердің биігіне жеткізу деп біледі. Ал енді Өзен, Жаз атты өлеңдерінде табиғаттың тамаша бір көріністерін суреттеп береді. Ондағы мақсаты балалардың сұлулықты, табиғатты, отанды сүю сезімін тәрбиелеу еді. Ыбырай Алтынсарин қазақ жазба әдебиетінің тарихында тұңғыш рет балаларға арнап әңгіме жазған жазушы. Оның Қыпшақ Сейітқұл, Атымтай Жомарт, Өрмекші Құмырсқа Қарлығаш, Бақша ағаштары, Аурудан аяған күштірек тағы басқа әңгімелері жас оқырмандар өте сүйіп оқиды. Балалар, сендер де Ыбырай Алтынсарин аталарыңның әңгімелерін оқыған боларсыңдар. Кәне, кім қандай әңгімесін біледі екен? Сіздерге Ыбырай Алтынсариннің «Жаман жолдас» деген әңгімесін айтып берем. Бір күні екі жолдас орманда келе жатып аюды көріп қалады. Біреуі ағашқа шығып кетеді, ол мықтысы, ал екіншісі ауру. Кейін ауруы ағашқа шыға алмай құлап түседі. Ол өлгенде болады. Аю оған құлағына сыбырлап кетеді. Кейін кетіп қалады. Кетқаннан кейін жолдасы ағаштан түсіп айтады: аю саған құлағына неге сыбырлады дейді. Аю маған екі ортада жолдасын тастап кетсе, онымен ойнама деп айтып шығады. Кейін ауруы дос болмай кетіп қалады. Ал сен, Еланұр, қандай әңгімесін білесің? Ыбырай Алтынсариннің «Таза бұлақ» деген әңгімесін білемін. Үш жолаушы бір бұлақтың басында кездесіпті. Ол бұлақ өте әдемі болған екен. Бұлақта үлкен-үлкен, өте көп ағаштар болыпты. Оның жапырақтары көлге төгіліп тұр екен. Олар, жолаушылар, судың суын ішіпті. Олар рақаттанып, шөлін басыпты. Ол яқта көлдің ағатын жетіне, су ағатын жетіне ойып тастармен қоршап қойыпты бір адам. Ояқта: «Ей жолаушы, сен осыны бұлақтай бол» деп жазыпты. Жолаушылар суды ішіп болған соң сөзді оқыпты. Оның ішінен біреуі саудагер екен. Саудагер айтыпты: «Бұл көл күні-түні тынбай әр өзендерге аралап жүреді екен. Оған бөтен өзендер оларға құйылып, бұл өте үлкен болады екен». Ал бұның түсінгені мағынасы мынандай болыпты: өмірі жұмыс істеп, ерінбей қызмет қылсаң, мұратыңа жетесің екен. Ал біреуі мүсәпір молда болыпты. Ол айтыпты, басын шайқапты: мен олай ойламаймын. Бұяқта бұл көл біреуге міндет қылмай адамның шөлін қандырады. Ал адамдар, сендер біреуге міндет қылма, жақсылық істесең біреуге міндет қылма дегені ғой депті мүсәпір молда. Ал соның ішінде үшіншісі өте әдемі, көркем жігіт екен. Оның ойына басқан бөтен ойлар келіпті. Ол айтыпты: бұл көл күні-түні тынбай тазаланады екен.
Ал егер де бұл тазаланбай жапырақтар түсіп лай су болса, бұған жануарлар, адамдар өте қатты ынтақ болмайтын еді. Ол күні түні тазаланып еңбек етеді. Ал бұның айтқаны мағынасы, сен таза болсаң, осы бұлақтай таза бол дегені. Ал Арайлым, сен қандай Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерін білесің? Мен Ыбырай Алтынсариннің баланың айласы әңгімесін білемін. Ендеше тыңдаңыздар. Бір күні Әлім деген бала жолда келе жатып тасқа сүрініп құлап қалыпты. Мына тастың адамның зияны көп екен ғой дейді. Мына тасты енді көтеріп жатқан еді, астынан қобдиша шығып қалды, кішкене ғана қобдиша шығып қалды. Оның ішінен жылан шықты. Мен сені шағып алайын ба деп айтты. Мен саған жақсылық жасадым ғой, жақсылықтың үстіне жамандық бар ма дейді. Жақсылықтың үстіне жамандық бар деп жылан айтады. Ендеше жүр кеттік, адамдарға жүгінейік деп айтады. Алдынан түйе шығады, түйеден сұрайды, жақсылықтың үстіне жамандық бар ма деп айтады. Түйе айтады, жақсылықтың үстіне жамандық бар. Неге десеңіз, адамдар мені шамадан тыс жүкті артып, мені ренжітеді деп айтады. Жылан Әлімнің мойнына бір рет орала кетеді. Екінші ағаш шығады, ағаштан сұрайды, жақсылықтың үстіне жамандық бар ма дейді. Жақсылықтың үстіне жамандық бар. Неге десеңіз, менің алмамды жай ғана жұлып алмай, бұтағымен бірге сындырып алып кетеді деп айтады. Алдынан тағы бір ит шығады. Иттен сұрайды, жақсылықтың үстіне жамандық бар ма дейді. Ит айтады, жақсылықтың үстіне жамандық бар деп айтады. Неге десеңіз, мен үйлерін күндіз түні қарап, қызмет етіп жүрмін. Мен ауру картеген соң мені үйінен ұрып қуып шықты деп айтады. Алдынан келе жатса, Әлімнің мойнына тағы бір рет жылан орала кетеді. Алдынан көп деген балдар шығады. Ортасынан Әлімге бір сәлем береді. Әлім сәлемін қабыл алады. Жамандықтың үстіне жақсылық бар ма деп сұрайды. Әлім айтады, бала айтады, мына жылан сені шағып алмай ма дейді. Шағып алады деп айтады. Шағып алады. Неге сенің мойныңа оралып жүр? Мен ол жыланға жақсылық істедім ғой деп айтты. Сенің мойныңа орала алмайды ғой, сенің мойның қобдишаға сыймайды. Сол үшін деп айтады. Жылан айтады, бұл сөзің рас дейді. Жылан Әлімнің мойнынан түсіп, қобдишаға кіре жөнелді. Жаңағы бала қобдишаның есігін тарс жауып Әлімге айтады. Қай жерден алдыңыз, сол жерге апарып қойыңыз деп айтады. Мен 4-ші сынып оқушысы Ағабек Дәулет Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттар өлеңі. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды, айшылы қалыш жерлерде көзімді ашып жұмғанша жылдан хабар алғызды. Аты шұқыр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусыз ішірді. Теңізде жүзді балықтай дүниені кезер жалықпай. Ыбырай Алтынсарин өзен өлеңі. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта аралап, тау мен тасты арқыраған. Көңілдің суын ішең ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады. Өкшіген оттай жанып, жануарлар өзенен рақат тауып басылады. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды ықыласпен тоқылып, істің болар қайырып, бастасаңыз алалап, оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегінің алдына іздемей ақта болар.